Құрметті көрермендерім, менің сіздермен бірге бүгін Бақытжан Ермекова, сіздер менің эфирімдесіздер. Мен бүгін сіздерге бауырдан, малдың бауыр етінен котлет жасағанды көрсетемін. Бұл біздің котлетімізге мынандай сиырдың бауыры. Бауырына бізге керектісі мынандай 150 грамм күріш. Күрішті суға пісіріп аламыз 10 минуттей. Одан кейін 2 жұмыртқа қосамыз, 1 шай қасық тұз, кішкене жарты қасық соды. Сосын араластырып котлетін жасап көрсетемін. Мына ең бірінші біз бірінші мына күрішті суға пісіріп аламыз. Суымыз қайнап тұр. 10 минут пісірамыз суға. Міне күрішіміз пісті. Енді қазір күрішті алып сүзіп аламыз. Суытамызды сүзіп аламыз қазір күрішті. Күрішті шала пісірамыз. 10 минутта пісады күріш. Шала пісіріп алып қосамыз неге. Бауырымызға мына күрішті қосамыз. Күрішті қостық. Күрішті қосып араластырамыз. Міне күрішті қостық. Енді бұған 2 жұмыртқа. 2 жұмыртқаны қосамыз. 1 шай қасықпен тұз. Тұзымызды қосамыз. Соды қосамыз. Соды бұны кішкене көтертеді. Бауырды кішкене көтертеді. Бұл бірігу үшін кішкене арасына кішкене ұн қосып қоямыз. Майымыз қызып тұр. 1-2 қасығын қосам, сонда ана бірігеді. Бауырдың котлетіне өте адам организміне полезно ғой. Бауыр балалардың қанын көтереді. Аяқ ауыр әйелдерге жей деп айтады біраздар. Өте жақсы пайдаланады. Ал майымыз қызған сияқты енді пісіра берейік. Пісіра берейін енді. Міне мынандай болып дайындалды. Түрі мынандай болды. Аударамыз бір жағы пісқаннан кейін былай қарай аударамыз. Әдемі бұл пісіп жатыр. Онша қатты қызырудың қажеті жоқ. Мұсынығы пісіріп аламыз. Құрметті көрермендер, әрі тез, әрі оңай жасалатын, рецептпен жасалатын менің котлетім дайын болды міне. Көргендеріңізге рахмет. Мен Бақытжан.